Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, осындай құймақ пісіріп, менімен бірге болыңыздар видеоның соңына дейін. Оған керек заттарымыз құймаққа: сүт, қайнақ су, ұн, жұмыртқа, тұз, сұйық май. Осы заттар бізге керек. Менімен бірге тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал кеттік қыздар, бастаймыз. 3 жұмыртқаны саламыз. Осы 3 жұмыртқаның үстіне 3 қасық қант саламыз, үлкен ас қасықпен. Осыдан кейін осылай жұмыртқа мен қантты бірге езіп, араластырып, біріктіріп аламыз. Сосын осы біріктіріп алған соң жарты шай қасықпен тұз саламыз. Тұзын салып араластырамыз. Араластырып, сосын кейін осыған енді жылы сүт қосамыз. Сүт жылылау болу керек. Жылы сүтті қосып, араластырып, тағы да біріктіріп аламыз. Осылай араластырып, әбден біріктіріп, айналдырып, біріктіріп, ендігіде ұн саламыз. Міндетті түрде еліктен өткізіп алуымыз керек. Аз-аздан ұн қосып, аз-аздан сүт қосып, қою қылып біріктіріп, араластырып жасап аламыз. Үстеп бастарын қосып, араластырып, әбден аз-аздан ұн қосып, қайтадан араластырып, қоюлатып жасап аламыз. Әбден араластыруымыз керек. Дайын болды. Ендігіде 3 ас қасық сұйық май құюымыз керек. Сұйық май қосып, тағы да осыны араластырып біріктіруіміз керек. Әбден шайқап араластырамыз. Ендігіде қатты қайнап тұрған суды қосып, үстіп, араластырып, біріктіреміз. Әбден араластыру керек. Әбден араластырған соң, осындай сұйық зат бізде дайын болады. Міне біздікі дайын болды. Енді сковородкада кішкене сұйық май жағып қойдым алдын ала. Енді құймағымызды құйып пісіреміз. Айналдырып, жаймалап, сковородканы айналдырып, осылай жайып аламыз. Менің сковородкамның диаметрі 24. Оттың астын кішкене орташа қылып пісіремін. Қатты қойсаңыз күйіп кетуі мүмкін, сондықтан орташа отта пісіреміз. Тез піседі, 1-2 минутта тез піседі. Жан-жағын кішкене осылай вилкамен қозғалтып көтеріп аламыз. Сонда тез алынатын болады. Асты дайын болып қалды. Енді келесі бетіне аударамыз. Асты пісті. Кішкене былай осылай қайырылып дұрыс түспей қалса, бір шетін бүйтіп тартып түзеп жібереміз. Құймағымыз дайын болып қалды. Маған жазылып, тіркеліп, подписка тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Дайын болды, пісті. Енді қалғанына қосып, осылай түсіріп аламыз. Дайын болды біздің құймақ. Қыздар, міне осымен біздің құймағымыз дайын болды. Сондай дәмді, әдемі болып шықты. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Рахмет.